12-ші есеп. Теңдеуді шешіңіз. Ең алдымен жақшаны ашайық. 2,15-ті 3-ке көбейтсек, бізде 7,5 болады. Азайтылған 5m, қосылған 1,6m, азайтылған 1,6 тең болады 22,9. 5-тен 1,6-ны азайтсақ, бізде минус 3,4 болады. 22,9-дан азайтамын 7,5-ті, қосамын 1,6-ны. Сонда бізде минус 3,4m тең болады 4. 22-ден 7-ні азайтсақ 5,4. Оған 1,6-ны қоссақ 7 болады. М-ді табу үшін 7-ні минус 3,4-ге бөлеміз. Бұл дегеніміз 7-ні минус 34 бөлінген 10-ға бөлеміз. Көбейтіндіге айналдырсақ минус 34-тен 10 түріне келеді. Яғни берілген теңдіктің жауабын табайық. Сонымен 22,9-дан 7,5-ті азайттық, бұл бізде 15,4 болады. Оған 1,6-ны қоссақ 17 болады. Яғни мына жерде 17. Сонда 17 мен 34 қысқарады. Минус 10 бөлінген 2. Яғни минус 5-ке тең. Теңдеудің жауабы М бізде минус 5-ке тең. Бұл бізде С нұсқасы.